Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет балғын тауық аяқтарын бірге жасайтын боламыз. Ол үшін бізге алдын ала жуып тазаланған тауық аяқтары, паприка, тұз және алдын ала дайындалған соусымыз қажет болады. Ең әуелі блендер, тұз, қант, сұйық май, су, томат, чеснок және укропымызды дайындап аламыз. Құрғақ әрі таза блендеріміздің ішіне алдын ала дайындалған сарымсағымызды салып, оның үстіне томат қызанағын салып, қалауларыңызша тұз және қант салып, одан кейін дәміне қарай бұрыш салып, алдын ала дайындалған укропымыз бен сұйық май және керек мөлшерде суымызды құйып, жақсылап біркелкі болғанша блендеріміздің көмегімен дайындап аламыз. Міне, біздің соусымыз дайын. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Ендігі кезекте соусымызды бөлек ыдысқа құйып алып, оның үстіне шамалы ғана тұзымызды салып, және көбірек мөлшерде паприкамызды салып, жақсылап қасығымыздың көмегімен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Ендігі кезекте тауық аяқтарын дәл осы соусымызбен біртіндеп жақсылап соусымызды жағып шығамыз да 2 немесе 3 сағатқа маринадтауға жібереміз. Маринадталған тауық аяқтарын кез келген форма түрін алып, ортасына пергамент бумагасын салып, бір-бірден рет-ретімен жайып шығамыз да, алдын ала қызып тұрған пешке жібереміз. Дәл осы рецепт түрімен жасап көрсеңіздер болады. Тауық аяқтары өте керемет шығады. Міне, біздің өте жұмсақ балғын тауық аяқтары дайын. Баршаңызға ас болсын.